Балалар, қазір біз алдымен үй тапсырмасын қайталаймыз. Яғни repeat homework. Үй тапсырмасын қайталаған кезде физикалық терминдерді айтамыз. Физикалық терминдерді айту үшін топ сұрақ қоямыз, білеміз, е? The first group must answer the question. The second group must the question. Сендер екінші группа қойыңдар, терминдер. Екінші группа. Кім жауап береді? Ағайып айтамын. Сила электрического тока. Good. Next. Электрокернеуі. Electrical voltage. Орысша. По-русски. Электрические напряжения. Окей. Down. Next. Show medicine. Айтамын. Half of Joe's blood. Жақсы. Келесі группаға сұрақ қоямыз. Қоя ғой. Электр тогының жұмысы. Электр тогының жұмысы. Работа электрического тока of electric current. Жақсы. Келесі топқа қоямыз. Қоя ғой. Ток, электр тогы. Электр тогы. Электрический ток, электрicity. Жақсы. Бәрімізде екі балдан алдық балдар. Енді тағы да үй тапсырмасын. Енді дәптерімізді ашамыз. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз тізбек бөлік үшін 10 заңы. We apply Ohm's law for part of electric circuit for problem solving. Ток күшінің өлшем бірлігі 10 метр ма? Дәмсая? No. Жақсы. Электр кернеуін өлшейтін құрал ампер метр ма? Үшінші топ. Жақсы. Measuring current and the voltage. Түсіндің ба? Тағы дейді. Voltage. Current деген ток күші мен кернеудің арасындағы деген сөзде байланыстарын білетін боламыз дейді бүгінгі сабақта. Жақсы, отырамыз. Келесі, кел, оқи ғой. Be able to calculate resistance and know this unit of resistance. Не істейміз дейді? Резистантты өлшейміз дейді. Резистанс деген не? Кедергіні өлшейміз және есептейміз дейді. Жақ деген не? Кедергі. Ohm's law. Ом заңы. Resistivity. Кедергі және өткізгіштің меншікті кедергісі. Біреу, екіншісі. Photoconic cells. Байланыс. Cells деген ұяшық. Яғни ұяшықтарды байланыстыру деген міне. Түсінікті ма? Мына ұяшықты байланыстыруды үйренеміз дейді. Сосын нені білеміз дейді, ең соңында lesson report деген сабақ жайында қорытынды. Енді осымен жұмыс істеп көреміз. Мұқият тыңдаймыз, ағылшынша айтады, бірақ сендерге түсінікті болу керек, балалар. Қазір. Жалғалады. Вольтметр мен амперметрге мұқият қараймыз. If the temperature of the device through which the current is flowing does not change, then when the voltage applied to the device increases twofold, the current doubles as well. And when the voltage increases threefold, the current also increases threefold, and so on. We say that Ohm's law is obeyed. That is, the current is directly proportional to the voltage. 0,03 болғанда не болды? Егер вольтметр өссе, амперметр де өседі. Егер амперметрдің көрсетуі өссе, вольтметрдің көрсетуі де өседі. Енді осыны ағылшынша айта аласың ба? И
дегенді айтып көрейікші. Электр тоғын үйге жаттады. The voltage is proportional in the electrical current. Өте жақсы. Пропорционал дегенді айтты, бірақ енді өседі деген сөзді білесіздер ма? Increase, өседі. Енді өседі деп айтып көрейікші. Егер деген сөз, if you current is increase, неде, кернеуде өседі деген қалай болады? Voltage Grow to increase болады. To increase болады. Жақсы, бастамасы жаман емес. Енді ағынан қақта. Так, тақтада бір әдемі кесте көріп отырмыз, е? Жаңа түсіндіңдер. Енді complete the in table. Complete the in table. Не деді? Кестені толтырамыз. Ал адресіміз өз бетімізше тез қайтып тұрмыз толтырып, және тексереміз. Мынаға мән береміз. Мынау 3 есе өсіп, мынау да 3 есе өсті. Енді соған түйін толтырамыз. Мынау 2 есе өсті, мынау не істейді? Тексертсем болады ма? Болады. Ол да 2 есе өсті. Жақсы, дұрыс. Отырамыз. Кел, екінші топ. Бірінші топ. Мынау 750, мынау. Жақсы. Жақсы. Шерхан кел, тақтадағы толтыр. Мышкамен толтырасың. Тез толтыр, клавиатурамен. Себебі тексерілмейді. Жақсы, қазір тексереміз соңынан. Енді қараңдар, балдар. Тоқ күші өссе, кернеуде өсет деген байланыстан жаңа бір шаманы енгіземіз. Яғни, кернеу азайса, тоқ күші де азаяды екен. Ол бір жаңа шама, электр кедергісі деген жаңа шамаға тәуелді екен. Ол электр кедергісін алдымен анықтау үшін 10 деген ғалым тоқ күшінің кернеуге пропорционал екендігін анықтайды. Және тоқ күшінің кедергіге кері пропорционал екендігін анықтайды. Содан мынандай формула шығады. Бұл атақты Ом заңы. Яғни біздің бүгін өтіп жатқан Ом заңымыз. Тоқ күші, мына жақтан айтсақ та болады, тоқ күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал. Ал енді осыны ағылшынша айтамыз. Ақеркенің тобы айтты, енді қалғанымыз айтамыз ағылшынша. Жанерке, айтып көрді. Ағылшынша айтып көрді. Тоқ күші кернеуге тура пропорционал деген айтшы. The voltage in electric voltage proportional. Proportional in voltage current. Electrical current. Қателесуге қорықпаймыз. Electric current. Кім қайталайды? Кім қайталайды мияқта? Асқар. The voltage in the
The voltage in proportional деп оқылады. Proportional electric current. Жақсы, біз Ом заңын ағылшынша айтып үйрендік. Енді келесі тапсырма complete the оқи ғой бүгін сөйлемді. Кім оқиды сендерден? Кім шыққан жоқ? Мағжан. The resistance of an electric device might be calculated есептеу. Dividing тізбектегі тоқ күшін есептеу үшін Ом заңын қолданамыз. Тоқ күшін есептеу үшін Ом заңын қолданамыз. Не бөлінгенде? Кедергі бөлінген. Кернеу бөлінген? Кедергі. Енді ағылшыншасын тап кернеу мен кедергіні. Voltage, дұрыс? Voltage формуласы мынау балдар. Енді тағы да ағылшынша мына бір тәжірибені тыңдаймыз. Және маған айтып беруге тырысамыз ағылшынша. Осы жерді тыңдарlar, мұқият. Given the same voltage, the current flowing through the hairdryer is greater than that flowing through the iron. We say that the resistance of the hairdryer is lower than the resistance of the iron. Балдар, hair dryer деген шаш кептіретін. Iron деген сөздікке жазып қоямыз ба? Жазбай-ақ есептейміз ба? Қазір осыған есептеу жүргіземіз тақтаға. Сондықтан басынан қайтсаңдар. Given the same voltage, the current flowing through the hairdryer is greater than that flowing through the iron. We say that the resistance of the hairdryer is lower than the resistance of the iron. Шаш кептіргіштің кедергісі көп па? Үтіктің кедергісі көп па? Шаш кептіргіші көп па? Енді қараңдар, мұнаныкі 7,5 вольт, екеуінде де. Екеуінде де у қанша болыпты? 7,5 вольт болыпты. Шаш кептіргішке 250 миллиампер бар. 250 миллиампер деген сөз амперге айналдырсақ 3 орын бөлейді. 25 ампер болады. Енді мына формулаға салып есептеңдер ал. Шаш кептіргіштікті есептеуге кеттік. 7,05 қа? 7,05 0,25-ке бөлсе қанша болады? 3 бола ма? 10 болады. Енді екіншісін есептейміз. Тез тақта. Solvent problem дейді, есеп шығару. Solvent problem. Ал, шығарыңдар бәрі. 7,05. 0,15. Егер тоқ күші 2 есе өссе, ол кернеуде 2 есе өседі. Ал, ағылшынша говорит. Если сила тока возрастает в 2 раза, напряжение тоже 2 раза. Енді ағылшынша. If electric current increases 2 volt, voltage increases 2. Сондысы осы балалар, егер де тоқ күші 2 есе өссе, кернеу де 2 есе өседі. Егер тоқ күші 3 есе өссе, кернеу де 3 есе өседі. Яғни Ом заңы бойынша тоқ күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кер пропорционал. Бүгінгі сағатымыз осымен аяқталды. Енді рефлекстеріне де қойыңдар. Рефлекстерін